Айнагүл Тәшенова екінші топтағы мүгедек. 2015 жылдан облыстық қазақ зағиптар қоғамдық бірлестігінің төрайымы болып қызмет етеді. Айтуынша, брайль қарпімен әзірленген аталмыш кітапшалардағы ақпарат арқылы зағип жандар мемлекеттік қызметтерді дұрыс алуға септеседі. В госучреждениях сейчас доступная среда идет программа. Мемлекеттік мекемелерде қолжетімді бағдарлама жүруде. Көз нашар көретін жандарға түрлі белгілер қарастырылуда. Ал мына брайль қарпімен жазылған жадынамаларды көз нашар көретін жандарға арнайы мемлекеттік қызметкерлер және істер қалай көрсетілетіні және құқықтық нормалар бұзылған жағдайда қандай мекемелермен телефондарға қоңырау шалу керектігі жазылған. Көру кемістігі бар жандарға арнайы алфавитті Луи Брайль 19 ғасырдың басында ойлап тапқан. Ол зағип жандарға бірегей қаріп арқылы оқуға және жазуға мүмкіндік беретін әдіс екен. Облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті қазақ зағиптар қоғамдық бірлестігімен бірлесе біреуі 700 теңге көлемінде 30 жадынама шығарған. Государственные услуги играют немаловажную роль в жизни человека, так как мемлекеттік қызметтер әрбір адамның өмірінде маңызды орын алады. Өйткені белгілікті конституциялық заңдылықтардың және азаматтардың мүдделерін қорғауға арналған. Сондықтан әлеуметтік жағдайларға және дін, жыныс, нәсілге қарамастан мемлекеттік мүдделерді бірдей пайдалана алуға бағытталған саясат негізінде біз осындай жадынамаларды шығарып отырмыз. Мақсатымыз жұмыспен қамтуды ұйымдастыру басқармасының филиалдары облыс және қала бойынша аталмыш кітапшалар таратып, зағип жандарға барлық азаматтармен тең ақпарат алуға көмектесу. Жалпы халыққа қызмет көрсету орталығында 621 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның барлығы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолжетімді қызметтер. Мәселен, мынадай көзі нашар көретін азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығына кіре берісінде тактильді жол арқылы қайда бағыт алу керектігін түсінеді дейді мамандар. государственная корпорация правительства для граждан на постоянной основе. Мүмкіндігі шектеулі жандарға азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы әрдайым жаңа мүмкіндіктер қарастырады. Осыған орай арнайы пандустар, қоңырау нүктелері және аталмыш категориялардағы адамдармен жұмыс істейтін ресепшнда арнайы қызметкерлер бар. Сонымен қатар бірінші қабатта жарым жандарға арналған сурда аудармашылар жұмыс істейді. Солтүстік Қазақстан облысында барлығы 27355 мүмкіндігі шектеулі жан өмір сүреді. Оның 3700-і көзі нашар көретіндер. Гүлімжан Қайырбекова, Руслан Ислямов, Первый Северный.